Қайырлы күн достар, бүгін Адал Азамат жобасы аясында Байқоңыр қаласының құрметті азаматы, тіл жанашыры ақ халатты Абзалжан, ақсақалдар кеңесінің белсендісі Қарасай Ердешова. Аға, бүгін сұхбатымызға келгеніңізге алғысымызды айтамыз. Рахмет. Алғашқы сұраққа кезек берсек. Өмірлік тәжірибеңізден өнегелі тәрбиеге байланысты қандай кеңестер бере аласыз? Өмірлік тәрбие енді ол әрден басталады. Бала кезден сол өзіңнің көрген, өсіп өнген ортаңа байланысты, мектебің, бірге жүрген балдарың, ортаң, бірге жүрген жас жаңағы адамдарың соған байланысты өзі адам өзінің өмірде орнына қоя білсе, содан көп тәрбие алады. Ең бірінші тәрбие балаға келетін ол семьясы, өзінің жанұясы, одан кейін жүрген ортасы, жүрген орта ол мектеп, одан кейін жоғары оқу орындарына түсіп оқыған оқулары, содан кейін жұмыс орны. Енді тәрбие қалай сол екі ортадан өнеге алды, соның ол өзінің өмірде орнын таба білу керек. Соған байланысты өмір сүру керек. Ең бастысы балдарға негізінен бөліп айтатын жастарға оқу керек. Мектепте мысалға нашар оқитын бала бар, жақсы оқитын бала бар. Енді ол өздері бөлінетін. Мысалға жақсы оқитын баланың қасына балдар, басқа балдар шоғырланғысы келеді. Өйткені ол көбірек біледі, көбірек айтады. Сосын білетін басқа балдар сұрағысы келеді, одан жаңа есеп көшіріп алайын, тағы басқа нелерді оқиын деп. Негізінен нашар оқитын бала, ол жаңа нашар оқиын демейді. Сол мамандыққа, сол сабаққа көп көңіл бөлмейді. Содан айтпесе, олардың жағдайларының бәрі бір. Сондықтан көп еңбек ету керек. Еңбек, тағы да оқу, бір бала болады, бір оққаннан қағылады. Бәрін түсіне бастайды. Екінші бала, екі оққан оқу керек шығар. Соған байланысты ол шынымен де оған көңіл бөліп, екі рет оқып, өзіне өзі қайталап айтып, нығарлап, енді оққан бір, оны ертең ағайға айтып беру керек қой. Мектеп айтып беру керек қой. Біздің ортада балдардың мен кейде байқайтын, сөйлеу мәнерін білмейді. Біз қазақ халқы өзі біз ұяңбыз, бірақ айтатын кезде айтамыз. Сол ортада айтатын айтып үйрену керек. Ол бізде мектептен бастады, тақтаға шығып айтады. Қысылмай балдар. Енді осылардың бәрі келешегіне жақсы. Өйткені өзінің ортасында сөйлеп айтып үйренген бала, ол келешекте де өзінің ашық болады. Сосын қабылдағыш болады айналасын. Ол білімге құштар болып тұрады. Көбірек сөйлегісі келіп, көбірек білгісі келіп, білгенін айтқысы келіп тұрады. Ұяң балдар, олар енді шамалы кейіндеу болады. Бірақ енді мектепте нашар оқыған бала кейіннен өмірде нашар болады екен, ұғым ол дұрыс емес. Мектепте бағаға байланысты. Баға ештеңе шешпейді. Ол баланың сол кездерде ашылмай жүруі мүмкін. Кейіннен ол бала ашылады. Ашылады да бір күні қарасаң, қызыл дипломмен или басқа бітіргендер сол әлі баяғыда отыр бір кабинетте болмаса, басқа 3-4 бітірген дейікші, олар уже крупный бизнесмен болып кетеді, тағы жолдары ашылдық. Енді өміріне алған сол тағылымдарын балдар келешегінде ең бастысы еңбек. Еңбек, тағы да еңбек. Сосын біз қиындықтан қашамыз. Жоқ. Бізге менің өзім көргенім, сол қиынды жеңсең, қиындық саған жол ашады. Басқа нәрседе, басқа жолға ашады. Егер сен қиындықты жеңе алмасаң, тоқтап тұрып қаласың. Сосын тағы да бір, егер ұжымың сені осы жерде қабылдамайтын болса, сен мысалға, сен сол ортаға сен артықсың, қабылдамайды. Болмаса ұрыс көп, керіс көп дегенде ондай жерден бірден кету керек. Сосын бізде жұмысқа байланысты, еңбекке байланысты айтып кетейін. Мысалға бір мамандық бітіріп, сол мамандық жоқ болуы мүмкін. Жоқ, тоқтауға болмайды. Басқа мамандық көп. Басқа мамандықты алып, басқа мамандықты оқып, өмірге деген талпыныс, құлшыныс деген мол болу керек. Сондықтан энергия керек. Ол үшін спортпен айналысу керек. Спорт деген бұл керек нәрсе. Менің таңғалғаным, жас кезінде спортпен айналысқан балдардың өмірі ұзақ. Олардың уақыты көп. Сондай болады екен. Келешекте үлкейген кісі, сол кісілер әлі өмір сүріп жүр. Көрсең, баяғы жүгіріп жүрген кісілер, баяғы штанга көтерген, бокске барған кісілер, олардың бізге көп айтпаймын осы, спортпен айналыс деп. Ол енді айналыс деген кісілер десе шынымен де көреген. Өйткені ол өзінің өміріне, ұзақтығына жоспар жасап қояды екен кәдімгідей. Содан кейінгі мәселе мамандық таңдау. Мамандық білу. Егер сенің өзіңе керек мамандықты, өміріңе сен жақсы көріп істейтін мамандықты таңдасаң, ол да өміріңді ұзартады екен.
сосын қызығушылық көп болады екен. Біздің медицинада деген мысалға махаббатпен ғой. шегі жоқ оның ше. Біздің ненің шегі жоқ. Мынадан маған кете береді. Енді балдар бірінші сол еңбек, оқуы, спортпен айналысу, музыка керек. Міндетті түрде мен ойлаймын. Мен өзім гитарда көп ойнадым, ансамбль құрдым, сосын жаңағы өлеңді айттым. Бір керек нәрсе міндетті түрде балаға керек қой деймін. Қазақ баласына жаңағы екеуінен кейін үшінші домбыра тарта білу керек. Мен жүрген жеріме айтамын, домбыра тартасың ба? Тартпаймын. Бүгіннен бастап, ертеңнен бастап домбыра тарт. Бірақ енді кездесіп жүрген балдарым бір қуаныштысы, көбісі домбыра тартатын болып шығады. Мен соған кәдімгідей қуанамын. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Екінші сұрағымыз бізде, өзіңізден кейінгі өскелең ұрпаққа қандай кеңестер бере аласыз? Кеңес жаңағы енді алдыңғы сұхбатымда да айттым. Осы кеңестерім қиындықтан қашпау керек. Қиындық жол ашады. Сосын тәуекелші болу керек. Сосын мінезің болу керек. Мінезің болса, көп нәрсеге ортаға сеп кетеді екенсің. Егер сен мінезің нашар, қырсық, басқалар болмаса, ортаға да сыймайсың, ішке де алдыға да жүре алмайсың. Жақсы мінезіңменен қасыңа өзің жақсы болсаң, егер мінезің жақсы болатын болса, қасыңа жақсы адамдар келеді екен. Егер жаман біреу кіріп кетсе ортаға, ол жайменен даже оның келіп кеткенін байқамайды екенсің. Значит, өмірде жақсы мінезің болу керек, өзіңді тәрбиелеуің керек. Әке шешеміз бізді тәрбиелейді бір n уақытқа дейін. Одан кейін өзіңді, бізге кім көмектеседі өзімізді тәрбиелеуге? Кітапты оқу керек. Біз қазір кітапты оқуды қойдық. Біздің қатар, мысалға мен өзім кішкентайым, мен өзі жаңа осындай ойлап сөйлеп айтатын, мен ойлаймын, кітаптан көп оқыдым. Бердібек Соқпақбаев, Зейін Шашкин, Әзілхан Нұршайықов, Ілияс Есенберлин көп көрмейсің. Ғабиден Мұстафин, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқан Ботагөз, мен солардың кейде даже ойлаймын, есіме түсіп кетті, сол кітаптар қолыма түссе, қайтадан оқығым келеді. Сол кітаптарды оқып өтті. Даже біз ауылда кітапхананың барлық кітабын оқып тауысқым келетін тұғын. Барып, мынаны оқыдым, мынаны жарыс оқыдым біз. Мен қазір ойлаймын, балдар кітапты оқымайды. Мен даже әкеліп беремін, мынаны оқы деп. Қызық қарайды. Кейде беттерін, парақтарын ауыстырып оқымайды. Кітап оқу керек. Кітап көп нәрсе береді. Сөйтіп өзің тәрбиелеп аласың. Осы кітапқа байланысты сұрақ. Өзіңіздің ең сүйікті кітабыңыз қандай жанр? Мен романдарды көп оқимыз. Жаңа айтып өткен жазушыларымның кітаптарын. Мен осы кезде ойлап жүрмін, енді бір 7-8 жыл кітап оқымай кеттім. Жұмыс барысы, анау-мынау деген сияқты. Енді ойлаймын, енді осы бастап уже қолға алдым. Сол кітаптарды қайтадан оқысам деймін. Өйткені кешеден бастап Атамұра баспаханасы бар, бізде үлкен крупный. Соған сөйлесіп жатырмын. Сөйтіп 12 кітапқа, Құдайға шүкір, заявка беріп қойдым, соны оқып шығуым керек 12 айда. Енді ол өзіңнің ойлау қабілетін кеңейтеді екен. Сосын біз енді жас емеспіз. Я былай кәрі емессің. Ойлайсың, маған не керегі бар деп, жоқ. Керек. Дым болмағанда осы жастар үшін керек. Мен бір келген кезінде ойлаймын, мысалға ағайрық айтып жүр маған, не айтасыз деп, мен ойлаймын, не айтам? Былай қарасам, дым жоқ сияқты. Жоқ, мен сол күні ағайрық айтқан күннен бастап, ана кітапты, мына кітапты оқып дайындала бастадым. Сөйтсем, мен айтам, кейде қонақтың бас жібердім, менде айтатын шығатын нәрсе көп қой деп. Енді ол өміріне жиналған тәрбие не ғой деп, жаңағы бір тәжірибе, соған байланысты әңгіме шығады. Келесі сұрағымыз, жас буынға үлгі болу үшін қандай қағидаларды ұстану керек деп ойлайсыз? Үлгі болу үшін енді біз енді жаңағы жаттанды сөздеріміз бар ғой, бірақ адам айтады, молданың айтқанын істеде, жасаған жасанбайды. Мен онда ойлайтын, неге олай деп? Кез келген адам пенде ғой. Оның артықшылығы бар, кемшілігі бар. Сондықтан ең басты ойлаймын, өтірік айтпау керек. Ұрлық жасамау керек. Сол баяғы ата-бабамыздың сөзі, осыны жасамау керек. Өтірік айтпай, еңбектену керек. Еңбек, сосын еш нәрседен қорықпау керек. Қорықсаң деген, уже сен өзіңді өзің тоқтатсайсың да қорқасың. Артынан қарасаң, қорқатындығы жоқ екен. Жеңіліп қалдың ба, күрестің бірде менен жаңа немен айналыстым, бокспен айналыстым. Бокс, сосын жүгірдім, 11 жылдай жүгірдім. Жеңіліп қалам, қорқатындығым жоқ. Сөйтсең, жеңілу деген, сен келесі жеңісіңе салып берген жол екен ол. Көрдің ба? Жеңілдің ғой. Сен бірінен соң жеңілмейсің.
келесі жолы мен жеңем десең, мына өзіңді өзің жеңземін десең, жеңесің. Ең нәрсе жаңағы балдар айтатыным, өзің жеңе білу керек. Өзің жеңсең, сен бәрі жеңесің. Өз-өзіне сенімді болу керек, өзіне. Ең қиын нәрсе адамның өзіне өзі жеңу, қалғанын емес, жеңе алады. Сондықтан өмірге дайындалу керек. Өмір деген, бұл айтайын ба, бұрын айтатын қамшының сабындай деп естеріңде ма? Одан кейін рогатьканың сабындай деген естідім. Қамшыдан енді рогатка енді екі есе ма кіші шығар, қысқа шығар. Енді соңғы кезде естідім, құстың тұмсығындай деп. Вообще қиын екен. Мен айтам, ойбай, сонда өмір қысқарып кетті ғой деп. Енді соны біз неге айта береміз? Шынында өмірге баға бергіміз келеді. Көбірек өмірдің бағалы екенін, оның шынымен де қысқа екенін. Егер қысқа болатын болса, этап-этапқа бөліп тастау керек. Анау бала кезің, жігіт кезің, орта жас кезің, үлкейген кезің. Өзі айтады, енді көп оқығаннан кейін көп білесің дегендей, негізгі мықты жас 65-80 жас арасы екен. Сарайтын кезіңде сол екен. Егер басында бірде болса, айтатын кезіңде сол екен. Сондықтан енді қолдан келсе балаларға мен не айтамын, дым білемін деп емес. Үлкен адамның кілтін ашып, айтсаң, сізге бәрін айтып береді. Сондықтан балаларға жаңа айтып өткен этаппен бөліп бердім. Соны жасау керек. Жаңағы айтқанды істеу керек, тыңдау керек. Сосын жақсы ортада болу керек. Жақсы адам қасына бару керек, жақсы адаммен бірге жүру керек. Жақсы адаммен. Иә, сосын соңғы кезде қосты, байлардың қасына бар деп. Шынымен де байларда ұйқы жоқ. Жалқауларда ұйқы ғой. Ұйқы деген ол ауру туғызатын нәрсе. Сосын мейлі ал 8 сағаттан артық ұйықтап кетті. Не? Шынымен ауру туғызады. Өйткені организм дем алып жатыр, қан процесі жүрмейді, нашар жүріп жатыр, дем алуы нашар болып жатыр, тағыста процестер, биологический, биохимический процестер нашар жүріп жатыр. Соны енді онан қартаюға, ауруға келмей неге соқтырады? Ауруға соқтырады. Сосын уайымдайды. Уайым қайғы адам вообще-то ойы бәрін бастап бүлдіретін. Адам ойы, мысалға бір жерде оқыдым, көп ойлай берсе, ана жаман ауруды, обыр ғой. Соған ұшырайды екен. Мен таңғалдым. Қалай? Сөйтсе адамның ойы өзін-өзі соған келтіреді екен. Жақсы сөз ойлау керек, иә? Жақсы сөз айту керек. Жақсы. Мысалы маған кейде, сіз мен жақсылық жасайын да, сен күніге жақсылық жасап біреу, екеу. Не жасаймын? Мен ақшам жоқ, тағы жоқ. Апа арғы беттен бері өте алмай жатыр. Сен соны өткізуің болады ғой? Болады, жақсылық. Сен сол кезде деген как будто бір машина көмірін түсіріп берген сияқты рахатынан демалып қаласың. Мысалға, жымиып күл. Танымайтын біреу үшін жымиып күлсең ол ойлайды. Анда арғы бетте менің психологымды ойладым да, ойлайды ол мені таниды екен деп. Танымайсың, ол да саған күледі. Қандай рахат, мен кетіп баратым арғы бетте. Сосын ана перекрестьте мен рахмет айтып өтетін болдым соңғы кезде. Неде? Жаңағы машиналар өткен кезде. Водительдер мәз ғой. Енді мені көбісі таниды ғой. Бүйтіп жатыр ма? Мен, конечно, көбісі танымаймын. Я деп жатырмын ғой. Сол жақсылық жасауға вообще бейім болып тұрсаң, сосын өзіңде бір кезде қалай жақсы болғанын байқамай қаласың, артыңа қарайсың, мен ба деп, мен емес па деп, жансам деп ол сен. Үйреніп кетеді дейсіз ғой, үйренесің, иә, жақсы болса үйренесің. Бүгінгі сұхбатымызға келгеніңізге көптен көп рахмет. Ақыл кеңестер айтқаныңызға да көп алғысымызды айтамыз. Рахмет шақырғандарыңызға. Жақсы күндерде жолыққанша аман сау жүріңіз. Жақсы, сау болыңыз.